Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен адамзат дамуының жаһандық мәселелері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаттары: әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар ұсына білу. Мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау. Сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу. Бағалау критерийлері: көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыс жазады. Терминдердің мағынасын ашады. Сөз құрамына талдау жасайды. Бөлім бойынша жиынтық бағалауды орындауға сіздерге 20 минут уақыт беріледі. Бірінші тапсырма. Болашақ энергиясы дегеніміз не? Осы сұрақтың төңірегінде өз ойларыңызды жазбаша жазасыздар. Екінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып шығасыздар. Содан кейін мәтіннен 5 термин сөз теріп жазып, мағынасын ашасыздар. Мәтінді мен сіздерге оқып беремін, мұқият тыңдаңыздар. Экологиялық проблема. 20 ғасырдың екінші жартысында айналадағы ортаға түсетін салмақ ерекше күрт өсті. Қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынаста сапалық өзгеріс байқалады. Бұл халық санағының күрт өсуімен түсіндіріледі. Планетаның интенсивті түрде индустриялануы мен урбандалу нәтижесінде шаруашылық салмақ жер-жердің бәріне экологиялық жүйелердің өздігінен тазару және қалпына келу қабілетінен асып түсе бастады. Ормандардың құртылуы қатерлі шекке жетті. Жыл сайын 11 миллион тропиктік орман ғайып болды. Шөлге айналу процесі жүріп жатыр. Соңғы жылдары стратосфераның озон қабатының бұзылу қаупі анықталды. Бұл әсіресе Антарктида үстінде анық байқалып отыр. Шешу жолдары: қалдықсыз технологияны қолдану, дамушы елдерде энергетика проблемасын шешу, ормандар салу, қорықша және қорықтар сияқты территориялардың салынуын ұйымдастыру. Дүниежүзілік мұхит проблемалары. Соңғы жылдарда дүниежүзілік мұхиттың пайдаланылуы күрт күшейді. Теңіз саудасының көлемі сан есе ұлғайып, флоттың тоннажы едәуір көбейді. ГФР кемелерінің, әсіресе танкілерінің көлемі мен сыйымдылығын қауырт өзгертті. Олардың жүк көтерімділігі 200-300 мың тоннадан асып түсті. Жағалауға түсетін реакциялық салмақ арта бастады. Интенсивті шаруашылық әсерінен мұхит ластанады. Мұнай таситын кемелер апатқа ұшырағанда дүниежүзілік мұхиттағы экологиялық жағдайға ерекше зиянын тигізеді. Сондықтан бұл мұхит проблемаларын тек адамзаттың іс-әрекеті шеше алады. Құрметті оқушылар, сіздер осы тыңдалған мәтіннен 5 термин сөз жазып, бірінші бағанаға жазуларыңыз қажет. Екінші бағанаға өздеріңіз теріп жазған термин сөздердің анықтамасын жазуларыңыз керек. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі асты сызылған сөздерге құрамына қарай талдау жасайсыздар. Мәтінде майлы әріптермен 2 сөз берілген. Сол сөздерді жазып, сөз құрамына талдау жасауларыңыз қажет. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалауды жазу барысында
міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша өз ойларыңызды жазбаша жаза алғандарыңызға 1 ұпай, өз ойларыңызды жүйелі жеткізгендеріңізге 1 ұпай, көркемдегіш құралдарды ұтымды қолдана алғандарыңызға 1 ұпай беріледі. Екінші тапсырма бойынша термин сөздерді таба алғандарыңызға, термин сөздердің мағынасын аша алғандарыңызға әр термин сөзге 1 ұпайдан аласыздар. Үшінші тапсырмада мәтіндегі асты сызылған сөздерді құрамына қарай талдау жасай алғандарыңызға 1 ұпай, сөз жасамдық нормаларды сақтай білгендеріңізге 1 ұпай. Яғни сөз жасамдық нормаларды білу деңгейлеріңізге 1 ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.